Махаббат ертегісі 46 бөлімі. Перман көңілдесіне жалынып жатыр. Дәрігер бізді шақырып қойды. Барлығы дайын. Екеуміз де ДНК тапсырайық, анализ тапсырайық деп жатыр. Өйткені баласының бар екенін көргісі келеді. Ал мұнда Әсеп ханым мойны ауырып, тіпті әлде үйіне келетін келемшелерге қарсы. Десе де, қарсы болса да, Жанпезадан қорқады. Өйткені Жанпеза Перманның ұлы емес екенін біледі. Тіпті Асап мырзаның өзі Перманның өз ұлы екен деп әлі күнге дейін жүрген. Бұл да құпияны білмеді. Ал мұнда Джейлан ағасын Махерді көріп құшақтап жатыр. Көрісіп. Барлығы қарап тұр. Келемше отбасынан Жанпезаның әжесі мен қызметшілері қолдарына дорба алып келе жатыр. Ондағысы ішінде тамақ болу керек. Осылай бір-біріне біз кінәлі емеспіз дейді. Біз өз қызымызға келдік дейді. Кемпір жақтырмағанын Жанпеза білді. Бір ауыз ғана сөзбен айтып, барлығы үнсіз бірге отырды. Осы кезде сыртқа шығып кеткен Сара екеуі кердегі Махердің ісі туралы айтып жатыр. Махерде оқ өтпейтін жилетка болғанын айтып, бір-бірінен түсінбей жатыр. Неге олай болды, неге әкем атты деп. Бәрібір түбінде біліп алам дейді. Осы кезде кемпір және Бабешпен қалған Сүрия ішіне сыймай жүкті, Жанпеза жүкті деп айтып қойды. Махер болса Джейлан туралы барлық құпияны, барлық оның туған жер, кішкентай кезіндегі суретті, нені жақсы көретін, нені жақсы көрмейтін, тіпті үтір нүктесіне дейін Джейлан туралы анықтап әкелуін қызметшісіне тапсырды. Ал Рашид болса ойланып келе жатыр. Шынымен де Махер мені сатып кетті ме, мені біліп қойды ма деп. Десе де Махер өтірігін білдіртпеу үшін көкесіне звондап, Рашид көке, мен сізге бәрін айтқалы жүрмін, бірақ айтуға сізден уайымдамасын деп айтпай жүрмін. Менде осындай жағдай болды деп барлық сырын баяндады. Жалғасы бар.